жаңалықтан насипimiz президент kararı bu bir qancha qarorlar bor. Tadbirkorlarga yengillik ko'rsatmaslik uchun 312 qaror tushunib bermoqchi. 312 qaror 2024 yil oktyabrda qabul etilgan. 312 qaror 100 milliondan 300 millionga yo'q sanasi bor. 100 millionga дейін sug'urta polis saqlansangiz bo'ladi. İstep turgan karxanangiz bir yil davomida aholi sistemi bo'lgan. Hozir karxanalar berildi. 100 millionga дейін kepillik zalog hisobida kepillikka tek sug'urtani olsangiz bo'ladi. 100 milliondan 300 millionga summada geri berildi. Avvaldan texnikasi xusus bo'lgan boshqa qo'shib zaloglar xusus vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Kategoriyasi. Aslında hazır olan qo'shimcha o'zgarishlar bor. Şimdi masalan oldin o'zimizning makan qoralar jiyindan har bir aylik tadbirkor dastur bo'yicha 3 kun kredit berish bo'lardi. Al vaqtida narsa istaganlar bo'lsangiz qaytadan so'rayman. У нас майдан бірінен бастап 100 миллионға 150 миллион болды. Бізді соттармен, ол майдан бірінен бастап па? Президенттің қарары енді 300 ай алты ма 312 болды тұр ғой. 312 100 миллионды 150-ге көтерді да. Енді ар жағына залог қойсаңыз максималын бере береді ғой. 150 миллион бірінші майдан бастап бола ма? Енді 312 қарарда ол қарар өзгерді ме? Өзгермеді ме? 150 миллионға деген нелерді қайсы неге есептейтін енді көріп бірінші майдан толық қатысудан келіп сізге. Ал соның қатысты келсе? Бұл қар апта жиналысы болады. Қар апта жиналысын шығарып тұрамыз сізді. Одан басқа жұмыс орнын жарату бойынша көп кредиттер қазір тапсырмалар берілген президент тарапынан. Қаншасы ферма ашып, арендасы жұмыс орнын жаратқанға десең, сонда кредит алуға 100 миллионға дейін, 50 миллионға дейін сұрақта полис өңдеуге болады. Мысалы, сіз біткеруші студентте қандай залог болуы мүмкін? Беруші студенттер бойынша өзі жаңа қабылдаса. Ол туған туысқанға кепіл болмайды, расын айтқанда. Ешкім келмеймін, ашқым берейін, келмеймін, үйімді берейін, магазинді берейін. Залогқа қой, сен ақшаңды байландырып айтпайды. Просто ізі шешілмейтіндей көп бәрібір. Студенттерге 10 миллионға дейін сұрақтармен беріліп жатырды. Олар 20 миллионға дейін көтерілуі мүмкін. Себебі студенттерден қолында тәжірибесі болмаса, бірден оқуды, көкетуді алып, ертең отырып қалмау үшін майлы суммадан басынан берді. Соны алып болып, қарекетті нормальный бизнес жүрсе, оларға 100 миллионға дейін 1 миллиардқа дейін кредит беріледі. Үш түрлі неміз продуктымызда. Біріншісі 10 миллион, екіншісі 300 миллионға дейін. Ол 300 миллионға дейін дегеннің іші екіге бөлінеді. Біреуі 50 миллионға шейін сug'urta полис береді. Сол sug'urta полисті алып отырсыз, оның тәртіптері бойынша бір айдан яқында өзіңіздің атыңызға ip ашылады. Барып ключ аласыз, печат аласыз, уақытын аласыз, патентін төлейсіз. Мемлекеттік төлейсіз. Әр айда төленеді ме? Қанша расход кетеді ол? Сіз білесіз ғой. Енді патентті әзір бүгінгі күнде ештеңе шамалы. Айына